Gel kızım, ne sağan çok Қошқан мүйіз осы неше түрлі формаларына еніп, қазақ бұйымдарының көңілде кездеседі. Әсіресе қазақ жасауларында барлық түрлерде тоқуға болады. Мәселен, текемен ортасында қошқан мүйізі шет-шетінен тұмар, шашы, немесе су ойыларына салынады. Мұнысы туған жер сөзін толтырған отар қой болсын қол халқын қорып арманы тілейді. Омыртқа мал шаруашылығының тығыз байланысты туған малдың дене мүшесіне қатысты өрнек. Мұндай оюлардың формасы қойдың төбесі мен екі жақайелеріне түскен мүйіз тәрізді келеді. Кейде осы отырғанда қойдың құлағы толбыраған шолақ мүйіз тәрізді дағы екі бұйым тұрады. Байқап қарағанда одан қошқардың тұмсық бейнесі аңғарылады.